Mercedes-Benz GL 450 5-5 4-7 болған 5-5 мотор саған. Оталмайды машина. Отыр. Кән құлап көрек стартер. Оталып кетті ғой мынау. Оталып кетті. Қазір сонда диагноз жасап көрейін. Кеше оталмай қалды ғой, келіп айдап келді. Люк істемей қалған негізі. Люгін істеп бердім, содан кейін оталмай қалды машинасы. Кеше жолда кетіп барады өшіп қалған ғой, содан кейін өзін-өзі қайтып оталып кеткен. Қайттан оталмай қалған маған келгеннен кейін. 450 GL 7 орындық екен, жақсы. Отбасылы адамдарға бір жаққа шыққанға жалпы жақсы машина, бірақ қымбат қой бұл машина. Қымбат, өте қымбат. Қымбат болғанда ремонт қымбат қой. Бензинді көп жейді. Четко сүйреген. Оталып тұрып өшіп қалды. Міне. Стартер қолға отыр. Оталмайды. Диагноз жасайым. Датчик калимбал ма деп ойлап тұрмын мен. Диагностикадан ешқандай ошибка көрсеткен жоқ, оталмай қалатын. Датчик калимбал ма деп ойлаған едім, қызған кезде істемей қалады, көбінесе сондай ұрулар болады, датчик калимбалдар. Бұда датчик калимбал істеп тұр, ешқандай ошибка жоқ. Сонымен не деп ойладым, сол бензонасос дұрыс істемей тұр ма деген ойға келдім. Бензонасосын тексере бастадым. Осының бензонасосын тексерейін дедім. Міне мынау 87-те постоянный плюс болады, 30-да бензонасосқа кетеді. 85-те компьютердан келеді, минус 86 зажигание ашқанда плюс келеді. Қазір осы контактыларын тексерейін. Мынау бензонасостың релесі міне тұрған. О деген. Қазір осыны тексерем. Бензонасостың релесі міне. Мына жерде жаңа көріп алдық. Жерде адам жата ма? Айтшы. Адам жатпайды ол жерде. Сен алдындағы жерде таза болған еді ғой. Сол адам жатқан еді ғой багажникте. Досымыз екеуміз багажникте жаттық қой. Багажникте жеттік қой. Қазір көрем, мынау ме еді? Мынау реле екен. Мына екеуі пустой. Мынау реле. Қазір тексеріп көрем, тоқ келе ма, келмей ма. Плюс бар постоянно. Қазір міне мынау бензонасос жағына қосылдым. Контрольканы қойған кезде мынау жасыл жану керек, мынау жасыл. Өйткені бензонасосқа мынау
плюс өтіп барып масса өтіп тұру керек через бензонасос. Жасыл жанып тұру керек мынау бір жолда үзілген или бензонасостың өзі істемейді. Қазір мынау релеге жалғап мынау проводты тоқ барып тұр ма? Контролкамен тексерем. Мынаның нелері предохранительный блок арт жағында міне. Бензонасосқа тоқ барып тұр екен. Бензонасостың өзі істемейді. Қазір схемадан қарап көрейін қай жерде тұр екен бензонасос. Бензонасосын шешеміз. Онда JL-дің. Мына жерден тексердім мен, мына жерден. Мына предохранительді бір тексере салайын, 57 предохранитель. Мүмкін үзіліп кетті ма, бірақ үзілгенге ұқсамайды. Былай қарай кетіп, қызыл ақ провод. Міне бензонасосқа барып тұр міне. Міне масса өтіп, былай қарай масса өтіп тұру керек. Контролкамен тексерген кезде мына проводта мынадан масса өтіп тұру керек обмоткалардың ішінен. Бізде өтпей тұр, бензонасостың өзі істемей тұру керек. Мынау 57 предохранитель мініп тұр, бензонасостың релесінің үстінде. Қазір осыны тексерем. Міне. Предохранитель күйіп кетті ғой, ағайындар. Ойбаймыш. Предохранитель қалай күйіп кетіп тұр оның? Бір тиіп, бір тимей істеген ба? Не болған сонда? Біресе оталып, біресе оталмай бұл. Қазір предохранитель салайын. Оталдырам. Міне жаңа предохранитель салам қазір маған 25-тің орнына. Көрінбейді ғой мына жерде. Салдым, енді қазір сопротивлениясын көрейшкен. Міне. Қазір оталу керек енді. Релесті салып жүрейін. Былай салындырады екен. Кеттік ал. Бисмилля. Кілті қақта мынау машина. Таптым кілтін. Бисмилля. Ал көрейік ағайындар. Бисмилля. Кетті бұрар. Бірінші качать етіп отқан шығар кішкене. Бисмилля. От алған. От алып өшті. Не болды?
Болды. Kafanızı kaldırmam kara. Evet kaldırmadım ben. Тұрай тетіп тұр мынау масқара. Давление жоқ па? Холостойда ғана істеп тұр. Газ бассам күн шығады мына. Әрең алады. Бензин соған қарағанда ауыстырамын ау деймін. Өшті машина. Қазір давлениесін өлшейін мен. Бензин сосын. Тұрай тетіп тұр міне. Сілкіп тұр мына машина. Под капотом қалашылап. Төртте жеті. Төртте алты. Төртте алты. Давлениесі мына жақта екен. Шешіп. Манометр тұрамын. Өшіп қалды өзі. Тағы да бір попытка. Бұл давление жетпейді оған. Бензин сосы мынау артқы оң жақ сиденьенің астында дейді. Қазір мынадан бүйтіп тартып тағы да бір қатты көтерсек былай қарай көтеріледі. Ондай амортизаторлары бар екен. Ендігі мәселе мынау сиденьені алып тастау керек. Мына жерде мынаны шешем, мынаны шешем. Так, одан кейін не шешем тағы. Қазір көреміз. Мынандай 20-лық звездочкамен шешіледі мыналар.
мына алынды. Бүйтіп сәл еңкейтіп тұрып мына жағынан шығарып алу керек жаңағы пластикті. Енді мына жерде тұрған міне екі болт шешу керек. Бір болт жоқ екен орында. Бір болт жоқ, бір болт тұр 16-лық. Мына жағында екеуі де тұр. Мынау біреу. Екіншісі анау тұр. Enter. Енді бұны так бұлай еңкейтіп тұрып шешем ойдым. Қалай ыңғайлы болады, соны шешіп содан көрсетем. Бұлайдан қайттан жатқызып қойып, мынандай 16-лық обычный кәдімгі не бар ғой, рожковый кілтпен мына жерден ұра беру керек екен. Былай қарай. Мына жерге трещотка сыймайды головкамен. Сыйғызуға да болатын шығар, бір рет мынамен кішкене ашып алғаннан кейін, босатып алғаннан кейін қолмен ақ оңай шешіледі екен. Біреу шешілді уже. Екіншісі де боп-бос, әшейін бірақ қолмен. Екеуі кетті. Мына жақта өзі бірақ болды. Болттарын шешіп тастадым. Енді шығарайын десем, мынау тоқ кедергі болып тұр. Мынаның ішіне кетіп қапты. Фишкасы. Мына жақтан шешейін десем, мынау емес, ары қарай кеткен тағы да. Ішіне қарай кеткен. Қазір көрем. Мынаны жатқызып, содан кейін шешетін шығар мына фишканы. Или мына пластмас талан ба, пластмас табуға желанием болмай тұр. Мынау ортасындағы отыратын орындығы. Мына жерден мынадан тартқан кезде былай төбеге көтеріледі екен, соны әрең таптым. Мына штекерді қазір ақтам. Сөйтіп алып шығамын. Мына жерде бензонасос тұр, ана жерде фильтрі тұр. Орындықты шешем ба деп ойлаған едім, шешпей ақ былай көтеріп алып сыртындағысын. Мына жерде мынау CD changer ма, в общем, аудионы шешіп, ананы шешіп, содан кейін барып міне тұр ғой. Мына жерде тұр. Қазір енді мынау кавраланды алым керек. Мынаны шешем. Одан кейін барып мынаны алам. Пластмасты кавраланды бүйтіп артқа қарай тартам. Сөйтіп бензонасос көріну керек. Шешу үшін мынаны былай қарай төбеге қарай көтересіздер да. Көтеріп былай тағы да тіке көтере бермеу керек, өйткені мына жерде қазір көрсетем, мына былай қарай бүйтіп алдыға қарай тартып барып шығарасыз, өйткені мына жерде мынандай мына ішіне кіріп тұратын нәрсесі бар. Сынып кетуі мүмкін. Мынау кіретін тесік нелер, защелкалар. Үшеу. Мыналар бағанағыдай 20-лық звездочка, екеуі шешіп тастадым. Мені кавраланды бүйтіп көтерген кезде міне тұр. Мынау нені алып тастау керек. Бір қолмен алу ыңғайсыз екен. Одан кейін барып міне шешіп, міне тұр ғой бензонасос. Міне алдым, мынаны бәрі сол 20-лық звездочка. Мына жерде обычный саморез қатырып тастапты. Біреу шешкен ғой, бұрын ауыстырған. Мына звездочка тұр.
Так, міне аштым мынаны. Мына крышкасы міне. Ішінен мынандай бір тоғын тексерген, бірақ қайттан изолировать етпепті. Міне ашық голый жатыр мысалы. Тағы бір провод тауып алған едім ғой. Мына жерде бір провод жатқан, голый провод машин. Ендігі мәселе шешу керек. Қазір менде инструмент бар, мынаны алдында отвертка қойып бұрған сияқты. Оған арнайы съемник керек негізі. Менде бар, қазір съемникпен ашам. Міне мынандай съемник. Мына екі жеріне бүйтіп қойылады да, төбесіне трещоткамен головканы бүйтіп маған тығып бұрайсың. Міне осылай тұрады.
Мына бензин насосы шешілді. Мына жерге бүйтіп тұрады екен. Былай тұрады. Былай шығады. Мына жағынан сорады. Мына жағынан да сорады. Осы жалпы. Енді қазір мына жерде мынау екінші орындықты шештім. Бұл қалай шешіледі? Мына жерде 4-18 деп звездочка тұрады. Мынандай 18-бен шешіледі. Мына жақ бетінде 16-лық болт тұрады. Мына жақтағы сияқты. Ар жағында 1 болт звездочка тұрады 18. Тоже мынандай. Анау сол бетін жауып тұрады крышка. Мынау тұрған крышка. Былай артқа тартып пластик шығады. Енді қазір мыналар шешіледі, содан кейін фильтрға жетеміз. Мен шешіп тастадым мына несін. Мына жерде біраз блоктары шешілді. Енді анау топливный фильтр тұратын несін шешу керек, кожухын. Оңайлықпен шешілетінге ұқсамайды мынау. Қазір көремін. Мынау несін қорғап тұратын, фильтрін қорғап тұратын нені шешу өте қиын екен. Мына жерден бүйтіп көтеру керек. Герметикпен жабысып тұр. Күшке салып көтеру керек, болмаса фенмен, строительный фенмен қыздырып, содан кейін көтеру керек. Қазір строительный фенмен істеп көрем, қалай болады екен.
Мына жағына жіп байлап қойдым. Бері қарай тартып алғанға, жаңасын салған кезде де бер жағынан тартып алғанға. Мына жағынан тартып шығарып аламын енді.
Benzin насосын алып келді. Өздері ауыстырып алып кетті бір жерден. Енді салам қазір. Анау фильтрін таппады. Өздері іздеп таппады, ақшалары жоқ болды ма. Енді қазір саламыз. Міне бензин насосын салып жатырмын қазір. Бетіндегі крышкасын жабу ғана қалды. Мынандай көрдіңіздер ма? Мынандай съемник болмаса балғамен ұрған кезде, былай отверткамен балғамен ұрып ашқан кезде осылай сынып кетуі мүмкін. Сынғанда сама вязание проводпен бұрап клей жақып тастаған. Бұны енді қатырғанда опасно. Сынып кетсе, мынандай крышка табу керек болады. Тағы да бір нәрсе химичтету керек болады. Сол жағын ескеріңіздер деген ма. Салып қойдым бензин насосына, фильтрін салып қойдым. Енді оталдырып көрейін. Ана проводтарын салған жоқпын. Оталдырып көрейін. Бисмилlah. Бисмилlah. Давлениесін көрейік па? Oldu. Ortaldı. Şöyle büyük durumlukla. Gaz 4 volttur gaz basqanda qancha болады ekan ko'raylik. Сыресі жанып тұр, мына проводтардың бәрі шығып тұр ғой артында. Салам алам. 5-литровый, 5, 5. Смело. Ал басталды, жинайым. Мынау бетіндегі қара герметик ұрған, силикон ұрған бәрін алып тастаймын. Өзінің заводской несі герметик мынандай сары болған, сарыларын бәрін қырып тастап, лобовой герметик жағам. Оны еще саморезге отырғанмын. Ар жағын өзім аштым, о жақта ешкім ашпаған бұрын. О жақта да қырып тастап, қара герметик жағып отырғызым. Тап-таза тазаладым. Герметигін кетіріп заводской.
дрильге мынандай не қойып алдым да. Домалақты. Мына жақта енді тазалап отырмын. Тазаланғанша тазалаймын енді. Алексеевка табақ совхоз Сол жақтарда болмаса енді. жоқ па таныстар? Жоқ, қандай таныстар. Газбен жүрмегеннен кейін ондай. Жігіттің мына нөмірі мынау ғой, сыртта жазылып тұр ғой, Иә, иә. аты кім? Герметикті жағып қойдым. Бетіне ғана жаба саламыз. Жинап тастадым уже. Тек пластмастар қалды. Екі шетін пластмасы мынандай. Одан кейін мыналарды. Мына жер тек пластмастарды қатырамын. Мынау сиденьені орнатамын, екінші Д орындықты орнатамын, одан кейін ананы орнатамын. Болды сонымен. Екі сағаттай жинадым. Екі бар ұстап тұр. Обратный клапан жақсы істеп тұр. Ішіне жинап тастадым. Ар жағын жинаймын. Жинап тастадым, енді қазір ошибкаларын удалить етейін. Орындықтар шешкенде СРС жанып қалды. СРС-ті удалить етем. Болды соны. Болды, удалить етіп жүрдім. Ошибка жоқ. Олар көрсете береді жаңағы. Нейді аккумулятор дейді, аккумулятор заряд беріп тұр. Болды. Ана КамАЗдың артынан тұрып қалдық қой, что-то груженный. Байрақ екен мынау ше. Керемет қой мынау машина. Жылысы деген. 5 литрдің аты 5 литр.